Депутаттар мен сессияға қатысушылар. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 10-шы бабына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихатының кезектен тыс 37-ші сессиясы шақырылып отыр. Сессияға облыстық мәслихаттың 28 депутатынан 23 депутат қатысып, 5 депутат дәлелді себептермен қатыса алмай отыр. Сессияға қатысып отырған депутаттар саны облыстық мәслихат депутаттарының жалпы санының 3-тен 2-сінен кем емес болғандықтан сессияны ашуға заңдық негіз бар. Құрметті депутаттар, сессия жөнінде қандай ұсыныстар болады? Сессия ашылсын деген ұсынысты, егер өзге ұсыныс болмаса, осы ұсынысты дауысқа қоямын. Қарсы. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекетті басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасының 11-ші бабына сәйкес облыстық мәслихаттың кезекті 37-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Облыстық мәслихаттың кезекті 37-ші сессиясына облыс әкімі Қуанышбек Досмайұлы Ысқақов, облыс әкімінің орынбасарлары мен кеңесшілері, облыс әкімінің мәслихат аппаратының басшылары, құқық қорғау органдарының басшылары, облыстық және аумақтық басқарма департамент басшылары, аудандық қалалық мәслихат хатшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Сөз облыс әкімі Қуанышбек Досмайұлына беріледі. Құрметті депутаттар, құрметті әріптестер. Ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысы мен өнеркәсіп өндірісін есептемегенде, өңір экономикасын сипаттайтын барлық макро көрсеткіштер бойынша өсім қамтамасыз етіліп отыр. Өздеріңіз білетіндей, өнеркәсіп өндірісінің 70%-ға жуық үлесін алып отырған мұнай өндіру көлемі жыл сайын бізде кемуде. Есепті кезеңде 4,2 миллион тонна мұнай өндіріліп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 585 мың тоннаға немесе 12%-ға азайып отыр. Дегенмен өнеркәсіп саласындағы жағдайды қалыпқа келтіру және бұл салада да өсімді қамтамасыз ету үшін біз өңір экономикасын әртараптандыруды қолға алып отырмыз. Ағымдағы жылы индустрияландыру бағдарламасы шеңберінде балық өңдеу зауыты, күйдірілген кірпіш өндірісі және күрішті өңдеу және құрама жем өндірісі іске қосылатын болады. Осы ретте өңдеу өнеркәсібінде жыл басынан бері алғаш өсу динамикасына біз шықтық. Ағымдағы жылдың 9 айында 95,1 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, өсім 4,4%-ға былтыр жылмен осы кезеңмен салыстырғанда өсіп отыр. Оның ішінде тамақ өнімдері өндірісі 7,1%-ға, жеңіл өнеркәсіп өндірісі 32,6%-ға, өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі 8,4%-ға, машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату 17,5%-ға артып отыр. Енді экономиканың басқа салаларына келетін болсақ, тұрақты жұмыс орындары, жұмыссыздық деңгейі 4,8%-ды құрап отыр. Баға мәселесінде де тұрақты бақылауда ұстап отырмыз. Тұтыну бағаларының индексі 2019 жылдың қыркүйек айында 103,2%-ды құрады. Оның ішінде азық-түлік тауарларына баға индексі 106,1%, азық-түлік емес тауарларға 103,4%, ақылы қызметке 99,4%. Осылайша өңірде макроэкономикалық тұрақтылық бізде сақталуда. Өздеріңіз білетіндей, 2019 жылға арналған облыс бюджеті 239,2 миллиард теңге көлемінде бекітіліп, жыл ішінде 4 рет нақтыланып, облыс бюджетінің көлемі 266 миллиард 700 миллион теңгені құрады. Бүгін міне тағы да 2019 жылғы облыстық бюджеттің нақтылауын қарастырмақпыз. Облыстық мәслихат сессиясының қарауына 2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджетті барлығы 2 миллиард 400 миллион теңгеге нақтылауды ұсынып отырмыз. Осы ретте бюджетті нақтылауға ұсынылып отырған қаржының құрамына тоқталсам. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2019 жылғы 23 қыркүйектегі нөмірі 701 қаулысына сәйкес республикалық бюджеттен орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге 133,7 миллион теңге трансферт бөлініп отыр. Аталған қаржы Қызылорда қаласында 1 қыркүйектен бастап ашылған 3 жеке мектепке және жобалық қуатын күшейткен 320 орындық Орда скул мектебіне бағытталуда. Облыстық бюджеттің кірістері барлығы 585 миллион 500 мың теңгеге ұлғайту жоспарлануда. Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінен үнемделген пайдаланылмаған және облыстық бюджеттен бөлінген кейбір трансферттер 1 миллиард 700 миллион теңгеге қысқартылып, қайта бөліну жоспарлануда.
Осы қаржыларды елбасының және үкіметтің бізге жүктеген міндеттерін орындаудағы әлеуметтік маңызы бар және басым бағыттағы шығындарға жұмсау көзделуде. Ал енді осы нақтылаудың негізгі бағыттарына қысқаша тоқталып өтсем. Облыс бюджеті өзінің әлеуметтік бағыт-бағдарын сақтап келеді. Осы нақтылауда әлеуметтік салаға 1,3 миллиард теңге бағытталуда. Яғни денсаулық сақтау, білім, спорт, мәдениет салалары біздің жұмыстың ең басым бағыттарының бірі болып қала береді. Атап айтсақ, Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Ұзақбайұлы Маминнің табысы аз азаматтарға атаулы әлеуметтік көмек шығыстарын 15%-ға жеткізу тапсырмасына сәйкес атаулы әлеуметтік көмекке 776 миллион 800 мың теңге және аудандар мен Қызылорда қаласына 2019-2020 оқу жылдарына жалпы білім беру ұйымдарының 304 сынып жиынтығына ұлғаюына байланысты 409,4 миллион теңге жоспарлануда. Сондай-ақ мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларын әрі қарай дамытуда белсенді жұмыстар атқарылуда. 6 жаңа жобаны консультативті қолдауға және олардың конкурстық құжаттарын әзірлеуге 29,7 миллион теңге бағытталуда. Табиғатты қорғау шараларын жүзеге асыруға 226,16 миллион теңге, Арал қаласындағы тұрмыстық қатты қалдықтар полигонының құрылысының аяқталуына 110,1 миллион теңге жоспарлануда. Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті сақтауға және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 255,7 миллион теңге бағытталуда. Құрметті депутаттар, қолдауларыңызды сұраймыз. Құрметті депутаттар, әріптестер, енді аймақтағы соңғы уақытта орын алған қоғамдық саяси маңызды шараларға тоқталып өтуге рұқсат етіңіздер. Ағымдағы жылы 25 қыркүйекте Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Ұзақбайұлы Мамин Байқоңыр қаласында жұмыс сапарымен болды. Іс-сапар барысында үкімет басшысы бірнеше нысандарды аралап, орталық атқарушы органдар мен Қызылорда облысы әкімдігіне хаттамалық тапсырмалар берді. Осы кездесудің нәтижесі келесі жылы Байқоңыр қаласында тағы 50 пәтерлік 5 үйдің құрылысын жүргізуді ұсынып келісім алдық. Өздеріңіз білесіздер, биыл 50 пәтерлік 5 тұрғын көпқабатты үйді біз Байқоңыр қаласынан Қазақстан Республикасының тұрғындарына пайдалануға бердік. Кеше сол Байқоңыр қаласында премьер-министр келген кезде осы мәселені ұсынысты тағы да ол кісіге ұсынып, Нұрлы жер бағдарламасы бойынша тағы да 5 үй салуға рұқсат алдық. Келесі Қызылорда облысы ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау науқанын толығымен аяқтады. Биылғы жылы облыс бойынша ауыл шаруашылығы дақылдары 183,1 мың гектарға орналастырылды. Оның ішінде күріш егісінің көлемі 87,9 мың гектарды құрады. Бүгінгі таңда дәнді дақылдардан 550 мың тоннаға жуық өнім алынды. Орта өнім гектарынан 56,13 центнерді құраса, 7,19 мың гектар майлы дақылдардан 7,14 мың тонна өнім алынды. Сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар азық түліктерден 66,14 мың тонна картоп, 115,600 тонна көкөніс және 187,400 тонна бақша дақылдары толық жиналды. Ел тарихында күріш өндіруден рекордтық көрсеткіш биыл тағы да жаңартылды. 87,900 гектар күріштің әр гектарынан 60,13 центнерден өнім алынып, ел қамбасына 530,15 мың тонна сыр маржаны құйылды. Ал облыстың кейбір шаруашылықтары атап айтқанда мағжан және К 81 центнерден, Ақмая шаруашылығы 80 центнерден, егінші 78,13 центнерден, Тұрмағамбет 78,1 центнерден гектарына, күріштің әр гектарына орташа 70. Мемлекет басшысына және үкіметке сыр елі жұртшылығы атынан зор ризашылығымызды білдіреміз. 15 қазан күні, яғни кеше, мемлекет басшысына сыр диқандарының атынан егіннің аяқталғаны жөнінде рапорт жолданды. Енді жақсы бір тамаша жетістік, сүйікті командамыз Қайсар финалда Атырау командасын жеңіп, 20 жыл күткен кубокты сыйлап, Еуропа лигасына жолдама алды. Қайсардың бұл тарихи жеңісі жанкүйерлерін зор қуанышқа бөледі. Сыр өңірінің мерей-мәртебесін арттырып, абыройымызды асқақтатты. Сондай-ақ әлем чемпионаттарында бокстан жерлестеріміз Қамшыбек Қоңқабаев күміс, Тұрсынбай Құлахмет қола жүлде иеленсе, еркін күрестен Дәулет Ниязбеков күміс алып, Жапонияның Токио қаласында 2020 жылы өтетін 32-ші жазғы Олимпиада ойындарының лицензиясын иеленді. Ал 2 қазан күні Алтын тұлпар 2019 5-ші республикалық жарысы ұйымдастырылған болатын. 51 шақырымдық аламан бәйгеге 12 өңірдің 40-қа жуық сәйгүліктерінің алды болып, Сыр өңірінің шабандозы Ноғайбек Ғаламнұр бас жүлдені олжаланып 10 миллион теңгенің сертификатын иеленді. Түрксоймен бірлесіп дәстүрлі түрде
мен Түркістан қаласында халыққа қызмет көрсету кешені шығыс моншасы жоба сметалық құжаттамалары әзірленіп, ағымдағы жылдың 17 шілдесінде мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған болатын. Нысан құны 1,1 миллиард теңге. Бүгінгі күнге бас мердігер Бақ-береке 2030 серіктестігімен кешен құрылысы 95%-ға орындалды. Шығыс моншасының құрылысы қарқынды жүргізілуде. Қазан айының соңына дейін пайдалануға береміз деп отырмыз. Үкімет басшысымен жекелеген міндеттер өз мерзімінде уақытылы сапалы орындалатын болады. Оған байланысты біздің тарапымыздан ешқандай мәселе жоқ. Міне осы екі сессияның арасында құрметті депутаттар атқарылған біздің әкімшілікпен, облыспен атқарылған жұмыстар осындай. Осымен баяндамам аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Қуанышбек Досмайұлы. Құрметті депутаттар, сессия алдында өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында сессияның күн тәртібіне ұсынылған 18 мәселе қаралған болатын. Соған орай күн тәртібі тұтастай дауысқа қоямын. Бекітілген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Жақтаушы, қарсы қалушы, күн тәртібі бекітілді. Сессия жұмысы осы бекітілген күн тәртібі бойынша және облыстық регламенттің, мәслихаттың регламентіне сәйкес жүргізілетінін естеріңізге саламын. Құрметті әріптестер, енді сессия жұмысына кірісеміз. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе облыстағы жергілікті автомобиль жолдарының жайы және оны жақсарту шаралары туралы Қызылорда облыстық мәслихатының 2013 жылғы 13 шілдедегі нөмірі 107 шешімінің орындалу барысы туралы мәселе бойынша баяндама жасау үшін сөз Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Елмұханов Марат Дұрсайынұлына беріледі. Құрметті Қуанышбек Досмайұлы, құрметті депутаттар, сессия қатысушылар, бүгін тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында аймағымыздың жергілікті маңызы бар автомобиль жолдар желісін дамыту бағытында атқарылып жатқан жұмыстар талқыланды. Өздеріңіз білетіндей, облыс аумағында бүгінгі күні автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 3451 шақырым құрайды. Оның 1016 км республикалық, 563 облыстық, 1872 аудандық маңызы бар автомобиль жолдары болып табылады. Бұл ретте айта кету керек, 13 жылы жергілікті маңызы бар жолдардың жалпы ұзындығы 2225 км болса, 19 жылы 2435 км құрады. Нақты айтқанда 201 км-ға ұзарды. Ал облыстық жол желісі 289 км-ға ұзарды. Есепті мерзімде 13-19 жылдары жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын дамытуға және күтіп ұстауға 74 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлініп, 1700 км-дан астам облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары мен елді мекендер көшелері жөндеуден өтті. 13 жылы облыстық және аудандық маңызы бар жолдардың жақсы және қанағаттандырылған жағдайы 54%-ды құраса, 19 жылдың қорытындысымен 65%-ға жетуге тиісті жұмыстар атқарылды. 9 айдың қорытындысымен бұл көрсеткіш 64.5%-ды құрап отыр. Сонымен қатар облыстық және аудандық маңызы бар автокөлік жолының бойында 146 дана көпір өткелдері және 599 дана су өткізгіш құбырлары орналасқан. Сырдария өзенінің 7 учаскесінде қалқымалы қайықтар және 2 паром өткелі жұмыс істеуде. Өткен жылдары Сырдария өзеніне 2 көпір салынып пайдалануға берілді. Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының бойында орналасқан 15 дана көпірге қайта жаңарту және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Арал ауданының Қызылжар ауылы тұсынан Сырдария өзеніне қалқымалы қайық өткелі салынып пайдалануға берілді. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Ағымдағы жылы Қазалы ауданының Әлсейіт учаскесінде Сырдария өзені арқылы көпір өткелін салу құрылысы аяқталады. Осы желтоқсан айында аяқтаймыз деп күтілуде. Қазіргі кезде көпірдің негізгі конструкциясы көпірдің ұзындығы 210 метр болса, бетондау жұмыстары толықтай аяқталды. Өзен жағалауын бекіту, кірме жолдарын салу және көлік қозғалысы бөліктерін монолиттеу жұмыстары қазіргі таңда жүргізілуде. Сонымен қатар Қазалы және Жалағаш аудандарында 2 дана көпірге қайта жаңарту жұмыстары жүргізуде. Шиелі кентінде құны 673 миллион теңге құрайтын теміржол арқылы автомобиль көпірін салу жобасының мемлекеттік сатып алу конкурсы жүргізілуде. Осы ретте аталған көпірге қаржысын республикалық бюджеттен бөлуге осы бағытта тиісті жұмыстар қазіргі таңда жүргізілуде. Бүгінгі бірлескен отырысында көтерілген бір қатар мәселе бар. Соның ішінде
Арал ауданында да дәл осындай теміржол өткелі мәселесі бар. Аудан әкімдігі көпір салынатын жер учаскесін қазіргі анықтап, Қазақстан теміржол ұлттық компания акциялық қоғамымен келісім алып, техникалық экономикалық негіздемесін әзірлеуде. Сондай-ақ тағы бір көтерілген мәселелеріне байланысты айта кету керек, Қазалы ауданында Қарлан учаскесінде Сырдария өзені арқылы көпір өткелін салу жобасының техникалық негіздемесі дайын. Ендігі кезекте жобалау сметалық құжаттамасын әзірлеуге облыстық бюджеттік комиссияға тиісті өтінім берілді. Жобалық сметалық құжаттаманы дайындауға қазіргі таңда 95 миллион теңге қаражат бөлу керек болып отыр. Жаңақорған аудандағы Жаңақорған-Түгіскен Келінтөбе жолының 8,7 километрінде орналасқан көпірге күрделі жөндеу жұмыстарын бастауға да тиісті қаражат қазіргі таңда сұралуда. Нақты жобаның құны 205 миллион теңге болып отыр. Бұл жерде құрметті депутаттар айта кету керек, енді өздеріңіз көріп отырғандай бұл жоба күрделі жөндеу болғандықтан бұл ретте де республикалық бюджеттен қазіргі таңда қолдау таппай, сондықтан бұл жобаны облыстық бюджет арқылы іске асыру керек болып отыр. Өздеріңізге белгілі, 2014 жылы облыстық мәслихат депутаттарының ұсыныстары бойынша 6 ауданның аудандық маңызы бар ұзындығы 201 километр құрайтын автомобиль жолдары облыстық коммуналдық меншікке қабылданған болатын. Бүгінгі күні осы жолдардың 96-та 5 километрі күрделі жөндеуден өткізілді. 47 километр жөндеу жұмыстары қазіргі таңда жүргізілуде. Енді келесі жылға 2020 жылға қалған 57-те 5 километр жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар 18 жылдың қыркүйек айынан бастап Қармақшы, Жалағаш және Сырдария аудандарын облыс орталығымен байланысатын республикалық маңызы бар ұзындығы 91 километр құрайтын Қызылорда-Жалағаш автомобиль жолы Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының теңгеріміне қабылданды. 17 жылдан Сырдария өзенінің сол жағалау бөлігін игеру мақсатында жол инфрақұрылымын жайылыстыру үшін 4 жолақты 2 магистральді көше құрылысы басталды. Шекелі арнасынан көпір өткелін салу құрылысы да қазіргі таңда жүргізілуде. Құрметті депутаттар, өздеріңізге белгілі жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын дамытудың 18-20 жылдарға арналған жол картасы өз кезегінде дайындалып, облыс әкімімен бекітілген болатын. Осы іс-шараға облыстық және аудандық маңызы бар автокөлік жолдары бойынша 78 жоба, 15-і көпір және 1017 км құрайтын 572 көше жолдары енгізіліп, құрылыс қайта жаңғырту, күрделі және орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған болатын. Осының 26 жоба республикалық және 52 жоба облыстық бюджеттен қаржыландыру көзделген. 18-19 жылдары 49 жобаның жөндеу жұмыстары басталды. Оның 41-і автомобиль жолдары, 8-і көпір. Бүгінгі күні 24 жоба іске асырылды, оның 4-еуі көпір. Ағымдағы жылы қазіргі таңда 25 жобаның жұмыстары жүргізуде. Енді келесі жылға 20 жылға 29 жобаны бастау жоспарлануда. 2020 жылға қарай облыстық және аудандық маңызы бар жолдардың жақсы және қанағаттанарлық жағдайға үлесі 70%-ға жеткізу жоспарлап отырдық. Осы межеге жету үшін нұрлы жол инфрақұрылымын дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына жалпы сметалық құны 46 миллиард теңгені құрайтын 79 жоба енгізілген болатын. Осы бағдарлама аясында Қызылорда облысының жергілікті маңызы бар автомобиль жолдары желісін жақсы және қанағаттанарлық жағдай үлесін 2025 жылы 95%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Сонымен қатар, бүгінгі күні жолдардың қауіпсіз ұзақ қызметін жасау үшін жөндеуден өткен жолдарды ұстап тұру мәселесі де өзекті болды. Оны банада да өздеріңіз көтердіңдер. Жөндеуден өткен жолдарда пайда болған ақаулардың кепілдік мерзімде сәйкес қайта жөндеуді және күтіп ұстау жұмыстарына бөлінген субвенцияны мақсатты пайдалану өз нәтижесін береді деп, және осыны нақты бақылауға алу мақсатында тиісті жұмыстар атқарылады. Бұл өз кезегінде жол желісінің қызметін өту мерзімін ұзартып, бюджет шығындарын азайтуға оң септігін тигізеді деп есептейміз. Жалпы биыл 19 жылы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдары мен елді мекендер көшелерін жөндеуге және көлік инфрақұрылымын дамытуға республикалық бюджеттен 4,6 миллиард теңге, облыстық бюджеттен 7,5 миллиард теңге, барлығы 12,1 миллиард теңге бөлініп, 195 км автомобиль жолдары елді мекендер көшелері және көпірлер жөндеуден өткізілуде.
Сонымен қатар тағы да бір біздің аймағымызға маңызды мәселенің бірі ол қазіргі таңда Қызылорда Жезқазған жолының жағдайы өздеріңіз жақсы білесіз. Сол себептен айта кету керек, Нұрлы жол бағдарламасы аясында салалық министрлікпен жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде республикалық маңызы бар ұзындығы 412 км құрайтын Қызылорда Жезқазған автомобиль жолының 204 км реконструкциялау жобасын құрылыс жұмыстарын 2020 жылдан бастап бастауға жоспарланып отыр. Қазіргі кезде аталған жобаға техника-экономикалық негіздемесі мен жобалау сметалық құжаттамасы әзірленуде. Құрметті депутаттар, жол саласында атқарылып жатқан жұмыстарды баяндай отырып, алдағы атқарылатын міндеттерді ауқымды екендігін жақсы түсінеміз. Осы бағытта тиісті шаралар қабылданатын болады. Бүгінгі айтқан ұсыныстарыңызда бәрі ескерілетін болады. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Баяндама бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақты жазбаша да, ауызша да беруге болады. Сұрақ жоқ. Құрметті әріптестер, қосымша баяндама жасау үшін сөз осы жұмыс тобының төрағасы Әлімқұлов Темірхан Мәлікұлына беріледі. Қадірлі әріптестер, құрметті Қуанышбек Досмайұлы. Ел экономикасының дамуына автомобиль жолдарының қосар үлесі мол. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде жайлы да сапалы жол салуға үйренбейінше өзіміздің стратегиялық мақсатымызды бірде-біріне жете алмайтындығымызды атап өткен болатын. Қазіргі таңда мемлекеттік өңірлік құрылымды ішкі және сыртқы нарықтарды қалыптастыратын қуатты фактор ретінде автомобиль жолдарының еліміздің маңыздық күретамыры болып табылады. Мемлекетіміз халықаралық, республикалық, облыстық және аудандық қалаберді шалғай ауылдардың арасын жалғайтын автокөлік жолдарына ерекше мән беріп, олардың қалпына келтіруге, жаңадан салуға қомақты қаржы бөлуде. Облыс аумағында да жергілікті автомобиль жолдарын жақсарту шаралары аясында жүзеге асырылып отырған ауқымды жобалар баршылық. Өздеріңізге белгілі, автомобиль жолдары бойынша атқарылған жұмыстардың тиімділігі тікелей жолдың көліктік пайдалану жағдайының көрсеткіштеріне тәуелді. Сондықтан облыстағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын пайдалануда және оны дамытуда жыл сайын республикалық, облыстық және аудандық бюджеттерден бөлінетін қаржы көлемінде ауқымды жұмыстар жасалуда. Дегенмен де бірқатар жөндеуді қажет ететін автожолдар мен көпірлерге қаржы бөлінбеуде. Атап айтсақ, 2018 жылдың қыркүйек айынан бастап ұзындығы 91 км құрайтын Р-33 Қызылорда Жалағаш Самара Шымкент автомобиль жолы республикалық меншіктен Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің автомобиль жолдары комитетінен Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының теңгеріміне өтті. Бұл автомобиль жолы Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Қызылорда филиалының басқаруында болған кезде жыл сайын күтіп ұстау, ағымдағы және орташа жөндеу жұмыстарын атқару үшін республикалық бюджеттен 250-300 миллион теңге көлемінде қаражат бөлінді. Облыстық маңызы бар автомобиль жолдардың 2019 жылғы көктемгі бақылау жүргізу барысында Қызылорда Жалағаш Самара Шымкент автомобиль жолына ақау актісі жасалынып, ағымдағы жөндеу жұмыстарының сметалық есептемесі әзірленді. Осы сметалық есептеме негізінде облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының 2019 жылғы ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарына қажетті 55,1 миллион теңге бюджеттік өтінім ұсынылған. Алайда қажетті қаржы бүгінгі күнге дейін бөлінбеуде. Жалағаш, Сырдария аудандарында газеталар төмен түсіп, құлаған. Қазіргі таңда осы жөндеу жұмыстарын атқаруға 70 миллион теңге қаржы қажеттілігі туындап отыр. Арал ауданының аудандық маңызы бар Қызылжар елді мекеніне кіреберіс автомобиль жолының күрделі жөндеу жұмыстарын толық аяқталмай тоқтап тұр. 2018 жылы облыстық бюджеттен 70 миллион теңге бөлініп, 1,4 км жолға асфальт төселді. Құрылыс монтаж жұмыстарын толық аяқтауға 196,8 миллион теңге қажет. Облыс көлемінде автомобиль жолдарының бойында 146 дана көпір өткелдері орналасқан. Олар негізінен
1980 жылдары аралығында салынған. Көпірлердің қазіргі таңдағы сапасы төмен, техникалық жағдайлары өте нашар. Сондықтан олардың жағдайын техникалық сараптамадан өткізіп, қызмет атқару мерзімін анықтауымыз қажет. Мысалға, Қазалы ауданының аудандық маңызы бар Қожабақы Бекарыстан би жолының 25 километрінде орналасқан темірбетон көпірі 1976 жылы салынып, пайдалануға берілген. 2018 жылы 20 миллион, 2019 жылы 76 миллион облыстық бюджеттен көпірді қайта жаңғыртуға және айналма жол салуға ақша бөлінген. Ол жұмыстар жүргізіліп отырды. Алайда көпірді толықтай аяқтауға қажетті 70 миллион теңге қаржы бөлінбей отыр. Бұл көпірдің маңыздылығы жоғары. Көктем қыс мезгілдерінде сең жүру барысында Өркендеу, Бірлік, Аранды, Бозкөл, Тасарық, Кәукей ауылдық округінің 7500-ге жуық тұрғындары осы көпір арқылы аудан орталығымен байланыс жасайды. Себебі аталған көпір аудан орталығына қатынауда төте жол болып табылады. Жаңақорған ауданы тұрғындарының облыстық маңызы бар Жаңақорған Төскен Келінтөбе автомобиль жолының 8-7 километрінде көпірдің апаттық жағдайына байланысты көптеген арыз шағым түсуде. Осы көпірдің техникалық жағдайына байланысты жүргізілген сараптама бойынша күрделі жұмыстарын жүргізу керек. Көпірдің күрделі жөндеуіне құрылыс монтаж жұмыстарына 205 миллион теңге қаржы қажет. Қызылорда облысының жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын пайдалануда және дамытуда туындаған өзекті мәселелер өз шешімін тапқан жағдайда автомобиль жолдарының жай-күйін жақсартуға және автомобиль жолдарының бәсекелестік көрсеткіш индексінің көтерілуіне мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде өңіраралық тасымалдардың жылдамдығын арттыру және тиісінше жол жүру уақытын жол пайдаланушыларының шығындарын қысқартуға қол жеткізуге септігін болады. Сондай-ақ жол сапасының жақсару көлденең көлік оқиғаларының санын азайтып, жалпы алғанда оның әлеуметтік экономикалық тиімділігін арттырды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, қосымша баяндама аяқталды. Қосымша баяндама бойынша кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ жоқ болса рахмет. Темірхан Мәлікұлы. Құрметті депутаттар, енді осы мәселе бойынша зар сөзге жазылған әріптестерімізге сөз берсек. Сөз депутат Нұрымбетов Жорабек Ибрагимұлына беріледі. Қатысушылар, облыстағы жергілікті автомобиль жолдарының жайы мен оны жақсарту шаралары туралы уақытша комиссияның төрағасы Темірхан Әлімқұлов әріптесім және облыс әкімінің орынбасары Ділмұханов Марат азаматтың баяндамаларында жақсы айтып кетті. Жалпы облыс бойынша қанша шақырым жол бар, осы орайда бұдан да бұрын айтылған республикалық облыстық аудандық маңызы бар жолдарға атқарылған жұмыстарды қайттан кеңінен тоқталмай қояйық. Бүгінгі таңда облыс бойынша жолдардың жақсы және қанағаттандырарлық жағдайы 2013 жылы 54% құраса, 2019 жылы 65%-ға жеткен. Ол бұл бағыттағы жұмыстың өз дәрежесінде атқарылып жатқанын көрсетеді. Жоғарыдағы көрсеткіш атқарылған жұмыстар барысын нақты таразылайды деп есептеймін. Оның қанағаттанарлықтай деңгейде екенін көз жеткізіп отырмыз. Әсіресе кейінгі 3 жылдың ішінде Қызылорда қаласында атқарылған жұмыстардың бір-екесіне тоқталатын болсақ, бүгінгі таңда 27 км республикалық, 128 км облыстық, 215 км қалалық маңызы бар күрделі қайта жаңғырту, орташа жөндеу жұмыстары 10,7 миллиард теңге орындалған. Соның ішінде Тасбөгет Белкөлгенттер мен қалаға қарасты Ақсуат ауылдық округіне дейінгі 3 жыл кейінгі 3 жылда 1 миллиард 400 миллион қаржыға 38 жыл күрделі және жөндеуден өткізілген. Сондай-ақ мынау Белкөлгентінде 40 жылдан бері шешім таппай келе жатқан 12 жолақты темір жол желісінің үстінен өтетін асфальт көпірді салу мақсатында Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының акционерлік қоғамының келісімімен ала отырып сметалық жобасы жасалған. Сол жоба бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынуы үлкен атқарылған жұмыс деп білемін.
тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылы кеңейтілген үкімет отырысында айтқан сөзінде Қазақстанның 27 жылда қалай өркендеп дамыған білгіңіз келсе, Қызылорда облысына барып көріңіз дегендей, жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының облыста қалай дамығанын Қызылорда қаласының жолдарынан қарап білуге болады. Қазақтың біртуар азаматы, қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек ері, ұлы жазушы Әбіш Кекілбаев ағамыз айтпақшы, болған істі бағалай білгенге бақ қонады, қуанышқа қуана білгенге құт қонады дегендей, атқарылған жұмысты бағалай да көре де білуіміз керек ағайын. Құрметті депутаттар, автомобиль жолдарының дамуы біздің облысымыздың инфрақұрылымының дамуын көрсететін негізгі көрсеткіштердің бірі. Жоғарыда атқарылған жүйелі жұмыстарды көре отырып, облысымыздағы инфрақұрылымдардың қарқынды жүріп жатқанына куәгер болып отырмыз. Дегенмен, кеше уақытша комиссияның облысты аралағанда әттеген-ай деген жағдайларды кездесті. Мысалға, Жауырған ауданының Байгенже елді мекенінде 2000-дай халық тұрады. Өкінішке орай елді мекенде бірде-бір асфальтталған жол жоқ. Сондай-ақ Қазалы ауданында Әлсет учаскесіне дейінгі 33 шақырым автомобиль жолдарының бүгінге дейін жергілікті мердігерлердің өз амбициясын жоғары қою мен келіспеушіліктің салдарынан құрылысы басталған жоқ. Бірақ бүгінгі мен анықтама бойынша басталды деп естідім, басталса тіпті жақсы, бірақ енді ол сәл кеште басталып тұр. Өйткені бұл мәселе майда тендер өтеді, бүгін қазір біліп отырсыздар, осы уақытқа дейін әлі басталмаған. Сонда қай уақытта бұл құрылыс бітеді деген менде емес, халықта ой бар. Осыған орай мемлекеттен бөлінген 515 миллионға жуық теңгенің қаржының игерілуі кешеуілдеп тұр. Ақшаның уақытылы игерілмеуі жол сапасына әсер ететіні де сөзсіз. Ол елдің де ренішін тудыруда. Келешекте жоғарыдай мәселелерді болдырмауға тиісті бағдарлама әкімшіліктерін өтінер едім. Құрметті Қуанышбек Досмайұлы, сонымен бірге бағдарлама әкімшіліктеріне бір-екі ұсынысым бар. Тұңғыш президент елбасының Қазақстан халқына берген жолдауында нұрлы жол инфрақұрылымды дамытуда мемлекет бағдарламасы қабылданған. Бұл мәселе мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы жолдауында да кеңінен қамтылды. Соның ішінде көптеген облыстағы республикалық облыстық автомобиль жолдарының күрделі жөндеу жұмыстары аталып өткен. Өкініштісі бағдарламада Қызылорда Жезқазған автомобиль магистраль жолы аталмаған. Сол себептен осы жолдың мәселесі толыққанды шешілуіне республикалықпен жұмыс жасаса деймін. Онымен жаңа облыс әкімінің орынбасарының айтқаннан көрдім, естідім, 2020 жылда 212 километр жұмысы кірді деп жатыр. Бірақ енді кешегі біз елбасының жолдауында аталып кетпегеннен кейін әлде де бізде шамалы не бар, күмән бар. Соны ескерсеңіздер. 2020 жылы ақпан айынан басталады, бұны біз айналып сөйтіп отырмыз. Қазір кіргіздік, ол бағдарламаның ішіне де кіргіздік. Премьер-министрдің алдына ол қағаз барды. Бұны жалпы бұл мәселені өздеріңіз білесіздер. Кеше анау Қараөзектен Сарыарқа деген газопровод тартатын кезде, Қырымбек Елеуовичтің кезінде бұл мәселені біз көтергенбіз. Жалпы бұл 22 жыл тұрған бұл жол. Сол жолды біз параллельно салайық деп. Сосын Ожақпен сөйлескен кезде, ана жолды салған кезде, салған жолды жаңа газопроводпен алған үлкен жаңағы салмақты машиналар оның бәрін бүлдіреді деген сондай неге келдік. Біз соны қоймай, мына жақтан Ақтөбе, Қызылорда, Түркістан облысы, Шымкент облысының көліктерінің барлығы осы трассамен жүреді деп, сосын елбасының өзінің тапсырмасы бар. Нұр-Сұлтан қаласы жаңағы нұрлы жол бағдарламасы бойынша Нұр-Сұлтаннан барлық жерге машина жолдар тартылу керек деген бағдарламаны алып, соған кіргіздік. Енді қазір 20 жылдың ақпан айы деген тұр. Өте қуаныштымыз, елге солай жеткіземіз. Екінші мәселе, Қызылорда қаласында әуежайдың халықаралық статус алынған белгілі. Соған байланысты мемлекеттік жекеменшік әріптестік есебінен жаңа жолаушылар терминалдарының салынуы жоспарланған болатын. Осы мәселеде дер кезінде оң шешім тапса, нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы алғанда облыстағы жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары басқармасына атқарылып жатқан жұмыстары қанағаттанарлық деп есептеймін. Ықылас қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баяндама аяқталды, сұрақ бар ма? Қосымша баяндама тағы жазылған азамат бар. Әмитов Нұридин, облыстық мәслихат депутаты. Әріптестер, мен енді осы сәтті пайдаланып бір-екі ауыз республикалық маңызы бар Батыс Қытай, Батыс Европа
автомагистралына тоқтап өтсем деп едім. Менің айтайын деген осы Батыс Европа, Батыс Қытай автомагистралінің бойында қалыптасқан бүгінгі жағдайға бір-екі ауыз сөз айтып өтсем, осы қолданысқа берілгеніне қысқа мерзім болғанына қарамастан, бүгінгі күні көріп отырмыз, жолдың сапасы төмендеп, жолымыз ойдым-ойдым болып бара жатыр. Әсіресе мына осы Қызылорда Сұлутөбе аралығындағы жол сондай бұзылған сапасы, жолға автомобиль жол жүрісінде қауіпті жағдай туындап отыр деп айта аламын. Екінші жағдай, осы автомагистрал бойында орналасқан қоғамдық орындар, әжетхана және күл-қоқыс төгетін жәшіктер орналасқан жерлер бар. Ол жерлердің жағдайы сын көтермейді, толық антисанитариялық жағдай қалыптасқан. Бұл халықаралық жол, қанша ел, қанша халық өтіп жатыр, адам ішіне кіріп шыға алмайды. Түнде тас қараңғы, оның қай жерде тұрғанын да көре алмаймыз. Соған қазіргідей бір ішін бір жарықтан, сыртын сол жарықтандырып, күн сәулелі батареялармен және осыған жауапты жағдайда мал қағу дерегі орын алып, 47 адам жарақат алса, 19 адам қайтыс болған. Бұның барлығы да мына малды қадағаламаудан және малдың күндіз түнгі уақытта білеміз, қап-қараңғы ближний фармен даже жүре алмаймыз. Өзіміздің барлығымызда көлік жүргізушіміз ғой. Сондықтан да мына елді мекендердің тұсынан бір әсіресе осы ауыл жолдың бойына жақын жерлерде бір ограждение қойсақ, ал отражатель туралы айтқанымызға малдың бойына салу туралы уже ол 4-5 жылдың көлемінде болды. Мен осы жол картасы бойынша облыста координатормын. Елді мекендерде ауыл әкімдеріне қанша тапсырыс бердік. Малдың бойына отражатель қояйық деп. Ол алдыңа шыққан көрмейді қаласын қалай болғанда. Және бір ограждениелер салып, мал тоқтататын сондай бір жағдай жасасақ, бір өлім жітімді төмендету, тағы да осы сапасын көтеру. Осыған жауапты мекемелердің назарында деген бір жұмыс күшейтсе деген, осы мен айтайын деген. Рахмет. Нұрден деген берді. Комментариясын айтайын. Бұл мәселе бойынша біз жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы премьер-министрдің орынбасары Скляр Роман Васильевичке бұл мәселені біз жеткіздік, мен өзім де жеткіздім. Премьер-министр кеше Байқоңыр қаласына келген кезде бұл мәселені біз көтердік. Жалпы Қызылордаға дейін первый категорияда жол, мына жаққа қарай ол 4 жолақты, мына жақта 2 жолақты. Осыны 4 жолақты қылу үшін өзінің жаңағы параметрі болу керек дейді. Күніне 7000 машинадан астам машина жүру керек. Енді біз ол кезде сұрақ қойдық, енді мына жаққа келген машина бәрі Қызылордада қалып қоймайды, қата Қызылордамен қосылып, былай қарай онан сайын машина көбейіп кетеді деп. Кезінде енді солай салынған жол. Бұл мәселе бойынша біз мәселені көтеріп жатырмыз. Түбіне дейін енді баратындай сондай мүмкіндігіміз бар, бірақ бұлай ұзақ мерзімді. Сосын жаңағы не бойынша да әр елді мекеннің бойынан жасыратын жоқ, біздің өзіміздің де облыс әкімі мен премьер-министрдің арасында меморандум бар. Оның ішінде де жаңа өлім жітім дегені бар. Авариядан жаңағы бізде департамент внутренних делдің көрсеткіші. Авариядан жаңағы адамның өлімін азайту мақсатында бізде қазір ол көбейіп тұр. Әсіресе Қызылордадан осы мынау Ақтөбе облысына қарай кететін автотрассада. Бұл мәселені біз айттық, оның ішінде мал қағу басқа деген. Біз қазір Қазавтожол мекемесіне хат жолдадық. Елді мекендердің бойынан жаңағы анау ограда салуға. Ол трассаның бойы Қазавтожолға қарайды, біздің балансымызға қарамайды. Бірақ бұл бағытта біз жұмыс жасап жатырмыз. Рахмет. Нұрден деген берді. Құрметті депутаттар мен сессияға қатысушылар, аталған мәселе біршама талқыланып, баяндамалар тыңдалды. Тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында шешім жобасын пысықтау үшін редакциялық комиссия құрылып жұмыс жасаған болатын. Осыған сәйкес шешім жобасы сіздерге таратылып берілді. Қандай ұсыныстар болады? Шешімді. Ұсыныстар, дауысқа қоямын. Жалпы емес шешімдерде орындалу мерзімін көрсетуге болады ма? Заңға қайшы емес па ол? Қаберге алсын дей бергеннен көрі 1 жылдың көлемінде, 2 жылдың көлемінде ма орындалсын, шешім тапсын, кейін жауап берсін деген. Мен жауап берейін. Біздің шешімдердің орындалу мерзіміне мәслихаттың жұмыс жоспарына сәйкес сессияларға ұсынамыз. Міне біз 2 мәселені ұсынып отырмыз ғой. Осындай жоспарға сәйкес шешімдердің орындалуына талдау жүргізетін боламыз.
Так, шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда. Ұсыныстар болмаса, оны дауысқа қоямын. Жақтаушы, қарсы қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе. Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық педагогикалық түзету арқылы қолдау туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі нөмір 343 заңының облыста орындалу туралы мәселе бойынша баяндама жасау үшін сөз Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Байқадамов Наурызбай Сейтқалыұлына беріледі. Құрметті әріптестер, біз бүгін түске дейін бұл баяндама ма? Сізге рахмет. Құрметті Қуанышбек Досмайұлы, құрметті Темірхан Мәлікұлы, құрметті депутаттар, сессияға қатысушылар, кемтар балаларды қолдау туралы заңның орындалуы бойынша түске дейін тиісті басқарма басшылары атқарылған жұмыстар туралы тоқталып өз хабарламаларында сіздерге жеткізді деп ойлаймын. Жалпы алғанда заңмен белгіленген талаптар кезең-кезеңмен жүзеге асырылып келе жатқанына көз жеткіздік. Соның нәтижесінде әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау және білім саласында мүмкіндігі шектеулі балаларға оңалту, ем және білім алу жүйесі облысымызда қалыптасты. Оның ішінде арнайы әлеуметтік қызмет алу үшін әлеуметтік бағдарламалар және жұмыспен қамтуды үйлестіру басқармасы арқылы, мысалы 2019 жылы мүмкіндігі шектеулі жандарға әзірленген оңалту бағдарламаның орындалуына бюджеттен барлығы 940 миллион теңге, облыстық бюджеттен 937, республикалық бюджеттен 3,3 миллион теңге қаржы бөлінді. Ал медициналық көмек алу бағытында 2019 жыл 1 миллиард 145 миллиондай теңге бөлінген. Арнайы инклюзивтік білім беру үшін 2019 жылы облыстық бюджеттен арнайы және инклюзивтік білім беру бағдарламасының орындалуына барлығы 1 миллиард 307 миллион теңге, аудандық қалалық бюджеттерден 226 миллион теңге бөлінді. Бүгінгі таңда облысымызда 4 оңалту орталығы жұмыс жасайды. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру әлеуметтік бағдарламалар басқармасына қарасты арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы мен білім басқармасына қарасты 3 оңалту орталығы бар. Осы орайда денсаулық сақтау басқармасына қарасты оңалту орталығының болмауының қиындық тудыруда екенін айта кетуіміз керек. Себебі ерте кезден бастап мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту, ем алу шараларын қабылдау өте маңызды. Олардың мүгедектігін ерте кезден бастап анықтап тиіс шара қабылдау мүгедек балалар санын төмендетудің негізгі жолы болып саналады. Осыған сәйкес сыр елінің балаларына тиісті ем алу мүмкіндігін қарастыру үшін республикалық ЮМС секілді оңалту орталығын облыстық балалар аурухана жанынан ашуға ұсыныс жасаймыз. Ендігі кезекте бұл балалардың білім алу мәселесіне тоқталсақ. Бүгінгі күні облысымызда 6996 бала есепте тұр екен. Оның 3288 инклюзивті біліммен, 1443-ші арнайы біліммен қамтылған, ал 2265 бала тек оңалту мәселесімен оңалту қызметін ғана алып, білім алып құқығы шектеліп отыр. Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес 2019 жылы инклюзивті білім алуға жағдай жасаған балабақшалардың үлесі 30%, мектептердің 70% болу керек. Ал келесі жыл 2020 жылы балабақшалардың үлесін 100%-ға жеткізуіміз керек. Мектепке дейінгі мекемелерге келетін болсақ, инклюзивті білім беру жүйесін дамыту мақсатында 2017 жылы 24 миллион, 2018 жылы 38 миллион бөлініп, арнайы балабақша және оған талаптарға сай 2 балабақша ашылды. Ол Жаңақорғанда, Қазалыда және Қызылорда қаласында. Яғни айтқанда, қалғандарында мұндай мүмкіндік жоқ, жасалмаған. Ал мемлекеттік 159 балабақшаның 142-сінде бір инклюзивті кабинеттер ашу үшін 426 миллион теңге керек. Оны мысалы 3 жылға бөлетін болсақ, жылына 142 миллионнан әрі қарай ауданға, қалаға бөлсек, ол сума одан да азаяды. Бұны жоспарласақ жасауға болатын мүмкіндік. Өйткені бүгінгі күн инклюзивті білім алу жасаған жағдайлардың балабақшалардың үлесі бар болған 21%, мектептердің 46 ғана пайыз болып тұр. Арнайы немесе жалпы білім беретін бағдарламасы бойынша білім алатындарды белгілейтін ол психологиялық, медициналық педагогикалық консультациялар, яғни ПМПК-лар дейді. Кемтар балаларды қолдау заңында 60 мың балаға бір ПМПК, әр аудан орталығында бір түзету кабинеті болуы тиіс. Бұл талаптары толық орындап отырған республикада бірден бір өңір, ол біздің облыс.
Облыс әкімінің өздеріңіздің қолдауларыңызбен, құрметті депутаттар, 2018 жылы мектептерді арнайы мамандармен қамтамасыз ету үшін 188 миллион теңге қаржы қаралғаннан кейін инклюзивті білім берудің көрсеткіштері облысымызда жоғарылады. Енді осы бағытта жұмыстардың ішінде ең маңыздысының бірі бұл мамандармен қамтамасыз ету. Енді мамандармен қамтумен әр аудан өз мүмкіндігінше айналысып келеді. Арал, Қазалы, Қармақшы, Жаңақорған аудандары мен Қызылорда қаласында өз бюджеттерінен қаржы бөліп, бұл бағытта жұмыстар жасауда. Ал Сырдария, Жалағаш, Шиелі аудандарында 2019 жылға дейін қаржы қарастырылмаған. Осылайша мемлекеттік бағдарламада белгіленген көрсеткіштерге біз қол жеткізе алмай келеміз. Ал қажетті индикаторға жету үшін кабинеттер мен мамандарды қамтамасыз ету үшін біздің есебіміз бойынша 623 миллион теңге керек. Егер де оны 5 жылға бөлетін болсақ, ол көп ақша емес, 5 жылға және 5 жылдың өзінде әр жылын 7 аудан қалаға бөлгенде көп ақша шықпайды. Тек есептеп, ықтияттасақ, бұл мәселені кезең-кезеңмен шешуге болады деп ойлаймын. Келесі айтылатын мәселе, сонымен барлық сараптау жұмыстары барысында алда күшейтуге жататын шаралардың 4 бағыт айқындалып отыр. Біріншіден, білім беру ұйымдарын арнайы құралдармен жабдықтау. Екіншіден, кадр мәселесін шешу. Яғни айтқанда, мысалға, баланың бұзылысына қарай кейбір мектептерде бір емес бірнеше маман болу керек. Ал бүгінгі күні тек 94 мектепте бір ғана маманнан ғана бар. Үшінші, курстан өткізу. Өйткені мүмкіндігі шектеулі балаларға білім берудің өзіндік ерекшелігі бар. Сондықтан сол ерекшелікті әр пән мұғалімі иелену керек, игеру керек. Яғни арнайы курстардан оқудан өтуі қажет. Төртіншіден, мүмкіндігі шектеулі балаларға немесе бүгінгі күні қолданатын термин ерекше білімді алуды қажет ететін балаларға сабақ беру процесі. Егерде бір класста бір бала болса, 25 баланың ішінде бір мүмкіндігі шектеулі бала болса, онда мұғалім 2 бағдарлама жасайды. Ана бір балаға бір бағдарлама, қалған балаға бір бағдарлама. Ал оның ішінде мүмкіндігі шектеулі 2 бала болса, ол екеуінің ауру юктіріліп отырса, онда 3 бағдарлама жасау керек. Яғни айтқанда мұғалім ана балаларға көңіл бөлген кезде, 5-10 минуттен көңіл бөлгенде, қалған 20 балаға или 23 балаға бар болған 20 минут қана уақыт қалады екен. Осы мақсатта балалардың бұзылысына қарай мұғалімдерге қосымша 40% көлемінде үстеме төлеу қаралған. Алайда ол қосымша үстеме ақы тек кейбір Арал, Қазалы, Қармақшы, Жаңақорған аудандарында ішіне қарай төленіп келеді. Қалғандарында бұл мәселе шешімін таппай тұр. Құрметті әріптестер, әр адамның тағдыры жазылуы түрлі түсті екенін өздеріңіз білесіздер. Қалада жүргенде байқайсыздар. Арбалға таңылған, балдаққа сүйенген, табан жолын таппай жүрген жандарды көргенде шынында да ішіміз, жүрегіміз солқылдайды, ішіміз ашиды. Бірақ қолдан келетін кейбір көмегіміз жоқ. Ал мамандардың айтуы бойынша солардың ерте баста емдесе соның көбісі кәдімгі дені сау адамдардың қатарына қосылу мүмкіндігі көп. Сондықтан мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті ортаны қалыптастыру үшін бізге бір реттік қаржы емес, кешенді бірнеше жылға жоспарланған бағдарлама керек. Егерде бүгінгі сессия, мәслихат сессиясында арнайы іс-шара жоспарын дайындау жөнінде шешім қолдаса, жол картасының жобасы дайын. Онда біз бір ай немесе бір апта көлемінде тиісті басқалармен бірлесе отырып, бүгінгі айтылған ұсыныстарды қабылдай отырып, ұйымдастырушылық және қаржылық тарапынан тиімді жолдарды қарастырып, бекітуге ұсынар едік. Яғни айтқанда, білесіздер, бұл өте маңызды мәселе. Адам басына бермесін, осы мәселені біз шешуіміз керек. Өйткені Құранда да солай жазылған ғой. Біз сауапты іске бет бұрғанымыз дұрыс қой деп ойлаймын. Бүгінгі мәселе сессия өте орынды қойылған, ортақ шешімге келеміз деп ойлаймын. Бұл жұмыстарды кезең-кезеңмен біз уақытында шеше аламыз деп мен сенім білдіре аламын. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сұрақтарыңыз болса? Так, рахмет Наурызбай Сейтқалыұлы. Баяндама бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ, онда рахмет сізге. Осы мәселе бойынша қосымшама баяндама жасау үшін сөз уақытша комиссия төрайымы Байназарова Райкүл Мансұрқызына беріледі. Құрметті депутаттар, айып етпеңіздер, кейде уақыттың алдына түсіп, жалаң аяғы жүгіріп кететін әдетім бар еді. Әлгінде Наурызбай Сейтқалиұлының баяндамасы да осының алдында бірлескен комиссияның отырысында жан-жақты қаралып, талқыланып, талданып, қыртысын жатқызып, тігісін жатқызып, жан-жақты талқыланды ғой деп ойлаймын. Әрине,
Наурызбай Сейтқалиевның баяндамасында біраз мәселелердің көтерілгеніне көңіліміз толып отыр. Сондықтан енді мына кейде осы әп-әдемі жасалған ұсыныстар мен қосымша тілек ниеттердің барлығына біліп отырғаннан кейін осы депутат Райкүл Мансұрқызының қосымша баяндама жасауын қажет деп ойламай-ақ қойсақ қалай болады деп отырмын. Бір жағынан депутатымыздың жұмысын жеңілдетейік, әрі қарай осы айтқан ұсыныстарды қолдайық. Бірден осы мәселені дауысқа қойсақ, шешімді. Негізінен Шакизада Өтетіліұлы, мына регламент бойынша қосымша баяндама жасалыну керек. Сондықтан біз қосымша баяндаманы тыңдауға міндеттіміз. Енді мен өзімнің депутат ретінде өзімнің неме құқыма сай айтып отырмын. Регламент бойынша жасалыну керек. Құрметті әріптестер, құрметті Қуанышбек Досмайұлы, құрметті депутаттар, біріншіден қаралып отқан мәселеге бейжай қалған адам болған жоқ. Облыс бойынша жұмысшы комиссия құрылды. Бүкіл аудан, қала, мәслихат депутаттары актив араласып, осы мәселенің оң шешілуіне әрқайсыңыз өздеріңіздің белсенді ұсыныстарыңызды айттыңыздар. Сол үшін әрине мен ризашылығымды білдіредім. Енді баяндамада және шын мәнісінде бүгін түске дейін 3 басқарма басшылары, осы заң аясында жұмыс істейтін 3 басқарма басшылары толығынан жасалып жатқан, атқарылып жатқан жұмыс жөнінде айтып берді. Соның ішінде бүгінгі таңда облыста шешілмей тұрған проблемалар жөнінде де біздің назарымызға көптеген мәселелерді қойды. Енді сіздерге бір-екі бағыттағы проблемаларға назарларыңызды аударғым келеді. Біріншіден, бұл мәселенің біздің қоғамда әбден пісіліп жеткеніне кешегі 2 қыркүйектегі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауындағы инклюзивтік ортаны қалыптастыруымыз керек деген талабы соған дәлел деп ойлаймын. Сондықтан осы жолдаудың өзінде тірек қозғалысы аппараты бұзылған балалар үшін медициналық әлеуметтік сүйемелдеу шараларының жақсарту және кіші орташа оңалту орталықтарының мүмкіндігі шектеулі балаларға қолжетімді орындарды ашу жөнінде президент тапсырған. Біріншіден, неге тірек қозғалыс? Тірек қозғалысы бұзылған балалардың жағдайы ең қиын, себебі туылғаннан бала жүру-тұру проблемасымен туылады. Сондықтан бүгінгі таңда оңалту бағдарламасымен қамтылу жолдары қандай? Бүгінгі күнде осы тірек қозғалысы аппараты бұзылған немесе ДЦП дейміз, балалары бар облыс бойынша 1690 бала болатын болса, соның 428-і 3/1 үйден білім алуда. Бұның ауырлығы неде? Арбаға таңылған балалардың барлығы интеллекті сақталған, емесі сақталмағанына қарамастан үйден білім алады. Себебі мектептер бүгін арбаға таңылған баланы оқытуға дайын емес. Кедергісіз орта жасауымыз керек. Бүгінгі таңда біз әлі осы ортаға жете алмай келе жатырмыз. Кедергісіз. Және ол балаларды сүйемелдейтін арнайы тьютер деген маман бар. Сол маман бізде өте қазір шектеулі, облыс бойынша 11, қажеттілігі 99. Енді қазіргі соңғы уақытта салынған облыста 2 мектеп бар. Қармақшы және Жаңақорған ауданында. Олар лифтпен және арнайы осындай балдарға жабдықталған, туалеттермен жабдықталған. Ал біз осы 2 мектеп болса да, 2-ақ мектеп болса да, осы 2 мектепті біз осы балдар үшін пайдаланып отырған жоқпыз. Сол түрінде балдар қала үйде оқытылды, сол жердегі, сол ауданда, я сол ауылдағы. Сол бойынша мен ойлаймын, біз осы ойланатын нәрсеміз. Сондықтан болашақта жалпы мектепті салған кезде біз ақыр президент айтқаннан кейін инклюзивті ортаны қалыптастыру дегеннен кейін осы мәселеге келеміз. Біз бүгін өте дер қойып жатырмыз. Мүмкін басқа облыстардан етелеп қойып жатқан шығармыз. Бұның реализациясы міндетті түрде болады. Мектептердің бәрінде осындай науқасы бар балдарға оқуға жету үшін, оқу қабілеті бар балдарға оқу жағдайын жасау үшін лифтпен және арнайы өзіне тиісті жағдайлармен жабдықталу керек. Енді өкінішке орай мектепке дейінгі балабақша жасындағы балалардың бүгін 476 баласы бар. Бұның қиындықтығы
ол балабақшаларға бармай, осындай арнайы білімді балабақшада алмаса, ертең үйден оқытатын балдардың санына қосылады. Демек, біздің облыстағы балдарымыздың саны ол кезде 2 есе қосылады деген сөз. Ал біз дер кезінде түзету шараларын жасасақ, біз сол жағдайдан ол балдарды шығаруға әбден мүмкіншілігіміз бар. Білім саласында түзету кабинеттер 16 орталықтарында 0 жастан бастап балдар қабылданып көмегін алады. Алайда білім саласында негізгі міндеті білім саласының ол білім беру, тәрбие беру, түзету. Бұл балаларға ең бірінші кезекте ем алу қажет. Осы орайда Қасым-Жомарт Кемелұлының тірек қозғалысы аппараты бұзылған балалар үшін медициналық әлеуметтік сүйемелдеу шараларын жақсарту қажеттілігі мектепке қабылданып жатыр. Сондықтан бұл мәселе арнайы қаралу керек деп ойлаймын. Екіншіден, аутист балдарға байланысты. Аутист балаларды анықтау, есепке алу, тиісті көмегін көрсету жөнінде айтқым келеді. Соңғы жылдары аутизм балалары арасында көбейіп келе жатыр. Соңғы біршама уақыт бұрын облыста тек қана 10 шақты бала ғана бар тұғын. Аутизм науқасы бар. Өкінішке орай, бүгін медицина денсаулық сақтау мамандарының есебінде 700 бала аутизм спектрі бұзылысы бар деген 700 бала есепте бар. Сондықтан былтырғы оқу жылдың басынан тұңғыш рет осы балдардың ішінен 9 аутист бала мектепке барды. Ол өз нәтижесін беріп жатыр. Алайда бүгінгі күні мәселе 9 балада емес, мектепке дейін осындай аутизммен 45, мектеп жасында 54 бала білім алу құқығынан айырылып отыр. Арнайы дефектолог маманнан бөлек, осы балдарға да мамандар керек. Негізгі тьютер немесе педагог ассистент мамандары, жоғарыда айтылған тірек қозғалысы бұзылған, аутист, көру, есту қабілеті бұзылған балаларға да қажет. Сол себепте тек қана дефектолог логопед маман емес, тьютер мамандарын қастағы балалардың арасында жиі кездесетін бұзылыстар сөйлеу тілінің бұзылуы болуына орай, бірінші кезекте біз 159 мемлекеттік балабақшаны арнайы логопед мамандармен және тиісті логопедиялық пункттармен қамтамасыз етуіміз керек. Анықтама ретінде айтайын, бүгінгі күні 17 балабақшада ғана логопедтік пункттер жұмыс істеуде, ал қалып тұрған 142 балабақшаға логопед пункті және бір жылдық қаржысы осы 142 балабақшаға 726 миллион құрайды. Келесі топ бұл арнайы түзету білім беру ұйымдарының жабдықталуы. Жаңа негізгі баяндамада ол жөнінде Наурыз Ситқалиұлы айтты, сондықтан мен аны қайталанбай қояйын. Және осындай проблемалар бізде мынау әлеуметтік қорғау саласында да бар. Сондықтан мен сіздерге қысқартатын бұл көрсеткіші. Сондықтан бұл инвалид спортшылар. Облыс бойынша инвалид спорты 3 жыл бұрын 11-ші орында болатын болсақ, 19 жылы Ақтөбе қаласында өткен республикалық паралимпиада ойындарында біздің команда 4-ші орын алды. Демек, бір клуб, бір арнайы мектеп клуб және арнайы үйірме ашылып еді, соның өзінде біздің жігіттер, қыздар осындай жетістікке жетіп жүр. Бұл адамдар дүнияға келгеннен кейін, қоғамның толыққанды азаматы есептелгеннен кейін, әрине біз барлық жағдайды, мінекей аяғымызбен жүріп жүрген, осы мінбеге алатын, астымызға тақ бар, үстімізде халықтың сенімі бар. Біз қалай болғанда да осы адамдардың әлжуаз топқа біз көмегімізді беруіміз керек. Сондықтан бүгінгі сессияның шешімінде нақты межелер қабылданады деп ойлаймыз. Қуанышбек Усмайұлы, мен сізге рахмет айтамын. Кеше осы мәселені қаралған кезде өзіңізде жалпы үлкен жанашырлықпен қолдау көрсеттіңіз. Сондықтан біздің ұсынысымыз түске дейін бізді жұмысшы жоба дайындайтын комиссия тағайындалды, сайланды. Біздің ұсынысымыз арнайы жол картасы осы мәселе бойынша дайындалса, және дайындау мерзімін ерекше білім алу қажеттілігі бар балаларға инклюзивті білім алуға жағдай мақсатында төмендегі жұмыстарды орындау керектігін еске салғым келеді. Жалпы Қармақшы ауданы бойынша 29 мектеп жұмыс жасаса,
Оның ішінде 10 мектеп Байқоңыр қаласы Төретам, Ақай елді мекендерінде жұмыс жасайды. Ауданда ерекше білімге қажеттіліктер бар бала саны 551. Оның ішінде мектепке дейінгі жастағы 89 бала, 462 мектеп жасындағы, оның ішіндегі 115, яғни 33% арнайы оқумен қамтылса, 121 үйден оқиды. Жалпы мектепте оқитын 210 бала, денсаулығына байланысты оқытуға жарамайтын 16 бала. Қазақстан Республикасында білім беру дамытудың 2011-2000 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында сапалы білімге қол жеткізу мақсатында жалпы білім беретін мектептерде оқытуға рұқсат етілген мүмкіндік шектеулі балалар үшін инклюзивті оқыту жүйесін енгізу ұсынылғанды. Яғни даму бағдарламасының бірінші кезеңінде аудан бойынша нөмір 80, 30, 275, 270 мектептерде ұйымдастырылған. Бұл жалпы білім беретін мектептердің инклюзивті біліммен қамтылатын 14% құрайды. Бағдарламаның 2016-2019 жылдарға арналған екінші кезеңінде инклюзивті оқытумен қамтылған мектептер үлесі 2020 жылға дейін 70%-ға жеткізу жолданған. Яғни 2019-2020 жылында Байқоңыр қаласы, Төретам, кент, Ақай ауылдық округ аймағында жалпы орта білім беретін 10 мектеп бар. Осы 10 мектепте 7937 бала оқиды. Осы жоғарыда аталған 10 мектепте әртүрлі диагнозбен жеке үйде оқытылатын балалар бар. Жалпы саны Байқоңыр мектептері бойынша 50 оқушы, Төретам, Ақай мектептерінде 26 оқушы, барлығы 86 оқушы оқумен қамтылған. Және Байқоңыр қаласында мектептерде психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация шешімімен жалпы оқу бағдарламасы бойынша сыныпта оқушылармен бірге оқитын 39 мүмкіндік шектеулі балалар тіркелген. Яғни оқуға қамтылған мүмкіндік шектеулі оқушылар аймақ бойынша жалпы саны 117. 18 бала көбейтсе, ол алдағы жылда қалай болатыны бұл тек Төретам, Ақай елді мекендерде болып жатыр. Біз соны қаяқтан болып жатқанын біз соған бір мән беруіміз керек сияқты. Мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылардың көпшілігі әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар. Олардың қоғамдық орындарға, мәдени іс-шараларға баруға мүмкіндіктер аз. Сондықтан мұң-мұқтажы бар ата-аналардың басын қосып, балаларын дамытуға жағдай жасайтын орталық қажет. Байқоңыр қаласы тұрақты тіркелген Ресей Федерациясына қарасты мектептердегі мүмкіндік шектеулі оқушылар транспорттан қамтамасыз етілген. Оны өзімнің оқу орнынан байқаймын. Себебі бел түскен бір мүмкіншілігі бала Россияның несінде қаралған инватакси бәрі жапты алып келіп алып қайтады. Азында алып келеді, түстен оқып бітеді алып қайтады. Құрметті Қуанышбек Досмайұлы, енді осындай жағдайда Байқоңырда тұрақты тіркеуі жоқ, Төретам мен Ақайдағы мүмкіндік шектеулі оқушылардың жасалмауы өте өкінішті. Осындай жағдайдың Байқоңырда тұрақты тіркеуі жоқ, өкінішті. Ерекше білім алуға қажеттіліктері бар балалардың білім алуға мүмкіндіктерін қамтамасыз ету мақсатында Байқоңыр қаласында психологиялық, педагогикалық түзету кабинетін, мектептерде ресурстық сыныптар, Байқоңыр қаласы көп бейінді ауруханасы жанынан аумақтық психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация ашу қажеттілігі бар. Себебі Қармақшы ауданына қарасты мектептерде мүмкіншілікті балалар Жалағаш ауданына барып қаралады. Міне бұл ата-аналар үшін, балалар үшін өте қиындық туғызуда. Осы жоғарыда аталған мәселе шешу мақсатында төмендегі ұсынысын білдіргім келеді. Бірінші, Байқоңыр қаласы көп бейінді ауруханасы жанынан аймақтық психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация және психолог педагогикалық түзету кабинеті ашылса. Екінші, мүмкіндіктері шектеулі оқушыларды мамандандырылған көлікпен инватаксимен қамтамасыз етілсе, жаңа біз ұялмай-ақ бір кішкентайға қала тұрып, екі мемлекеттің екі халыққа жағдай жасап ұялтады. Біз ұяламыз. Сайлаушылармен кескенде ұяламыз. Үшінші, барлық мектептердің сұранысы барлық бастауыш сынып оқушылармен жұмыс жасау үшін логопед, дефектолог мамандардың штат кестесіне енгізілсе, инклюзивті сыныптарда оқитын оқушыларды жинақтап белгілі бір мектеп базасында оқытуды ұйымдастырса, дефектолог логопедтердің тәжірибе жинау үшін басқа аудандармен пікір салып жұмыстарын көбірек жүргізсе. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Депутат Дәуленбаевтың ұсыныстары өте орынды. Рахмет сізге. Құрметті депутаттар мен сессияға қатысушылар, аталған мәселе бойынша біршама талқыланды. Тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында шешім жобасын пысықтау үшін редакциялық комиссия құрылып, олар жұмыс жасаған болатын. Редакция комиссиясы атынан сөз Байназарова Райкүл Мәнсұрқызына беріледі. Шешім жобасына ұсынылған мәселелерді айтсаңыз. Құрметті әріптестер, жаңа сөзімнің аяғында уақытты ықшамдап айтып кеткенмін. Облыс әкімдігіне біріншіден негізгі баяндамашының
Наурызқалиұлы Байқадамовтың баяндамасын кәпелге алуға және облыс әкімдігіне арнайы жол картасын Шешім жобасына басқа да ұсыныстарыңыз болмаса, дауыс. Құрметті депутаттар, бұл мәселе сессия алдында өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында егжей-тегжейлі қаралды. Шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Хабарлама жасаудың қажеттілігі бар ма? Олай болса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауысын беруін сұраймын. Жақтаушы. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 4-ші мәселе. 2016-2020 жылдарға арналған Қызылорда облысының даму бағдарламасын бекіту туралы. Қызылорда облыстық мәслихатының 2015 жылғы 10 желтоқсандағы нөмірі 323 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Нұрғали Рахымшұлы Қордабайға беріледі. Құрметті төраға, бұл сұрақты да талқыланды бірлескен комиссияда егжей-тегжей. Сондықтан доклад оқуды жаңа қажет емес екен. Мұнда құрметті депутаттар, шешім осы жобасы негізінде қабылдасын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 5-ші мәселе. Қызылорда облысы әкімдігінің дербес құрамын келісу туралы. Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 31 тамыздағы нөмірі 51 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысы әкімі аппаратының басшысы Ғалым Махметбайұлы Әміреевке беріледі. Олай болса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Жақтаушы, қарсы жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 6-ші мәселе. Қызылорда облысындағы сыртқы көрнекті жарнама елді мекендердегі үй жануарларының шегінен тыс ашық кеңістікте жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде елді мекендерден тыс жердегі үй жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде орналастыру тәртібі мен шарттары туралы қағидаларды бекіту туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылыс басқарма басшысының міндетін атқарушы Арнұр Әлібекұлы Нұрмағамбетовке беріледі. Рұқсат па, құрметті төраға? Бұл мәселе бұл мәселе біздің тұрақты комиссияда қаралды. Сосын бірлескен тұрақты комиссияда қаралды. Сол себептен бірден шешім жобасын мақұлдауға ұсыныс беремін. Олай болса, шешім осы жобасы негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 7-ші мәселе Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін дәрігерлік заттарды қосымша беру туралы Қызылорда облысы мәслихатының 2019 жылғы 7 ақпандағы нөмір 300 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының басшысы Жақсылық Әбілқасымұлы Әбдусәметовке беріледі. Құрметті төраға, бұл сұрақта тұрақты және бірлескен комиссияда жан-жақты талқыланды. Сондықтан шешім жобасын дауысқа қоюды ұсынамын. Олай болса, шешім осы жоба негізінде қабылдасын деген депутаттардың дауысын беруін сұраймын. Жақтаушы, қарсы жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 8-ші мәселе Қызылорда облыстық ауылдық жеріне жұмысқа жіберілген медицина және фармацевтика қызметкерлеріне облыстық бюджет арқылы бюджет қаражаты есебінен әлеуметтік қолдау көрсетудің қағидалары мен мөлшерлерін айқындау туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының басшысы Жақсылық Әбілқасымұлы Әбдусәметовке береді. Құрметті төраға, бұл сұрақта комиссия отырыстарында талқыланды, сондықтан да шешім жобасын дауысқа қоюды ұсынамын. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Жақтаушы, қарсы шешім қабылданды.
Рахмет. Күн тәртібіндегі 9-шы мәселе. Қызылорда облысы бойынша жер үстіндегі көздердің су ресурстарын пайдаланған үшін төлемақы мөлшерлемелерін бекіту туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының басшысы Бауыржан Серікұлы Шаменовке беріледі. Олай болса шешім осы жоба негізінде қабылдасын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Жақтаушы, қарсы, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі Қызылорда 10-шы мәселе. Қызылорда қаласында тұрмыстық қатты қалдықтарды сұрыптау кешені полигонның құрылысы және сыртқы инженерлік желілерді жеткізу мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының басшысы Бауыржан Серікұлы Шаменовке беріледі. Бұл мәселеде жаңа тұрақты комиссия толықтай қаралды. Шешімнің дауыс қоюын сұраймыз. Олай болса шешім осы жоба негізінде қабылдасын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібінде 11-шы мәселе. Бойынша айтыла кету керек. Біз енді тұрақты комиссия қатысып, сессияда қатысып, тұрақты комиссия қатыспаған азаматтар білу керек деп ойлаймын. Жаңағы тарифтің өзгертілгенін мысалы. Алғашқы ұсыныстан 2 есе ол төмендетілген негізде қазір қабылданды 9-шы сұрақ. Енді бірлескенде бұл жан-жақты егжей-тегжейлі тиісті нелермен қаралды ғой. 11-ші мәселе күн тәртібінде. Қызылорда облысының әкімдігі жанындағы терроризмге қарсы облыстық комиссияның құрамын бекіту туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысы әкімінің жұмылдыру дайындығы басқармасының басшысы Асылбек Өмірбекұлы Шаменовке беріледі. Олай болса, шешім осы жоба негізінде қабылдасын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Жақтаушы, қарсы, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 12-ші мәселе. Қызылорда облысының тарихи мәдени мұраларын қорғау және пайдалану жөніндегі ғылыми әдістемелік кеңестің құрамын бекіту туралы. Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 29 наурыздағы нөмір 198 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Мира Рахымжанқызы Әбуоваға беріледі. Құрметті төраға, бұл мақалада жаңағы тұрақты комиссияда бірлескен тұрақты комиссия егжей-тегжейлі қаралған, сондықтан дауысқа беруді ұсынамын. Олай болса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауысын беруін сұраймын. Жақтаушы, қарсы, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Келесі күн тәртібінде 13-ші мәселе. Облыста жаңа ескерткіштерді орнату. Бұл да қатарласып, бәрі бірге жаңағы тұрақты комиссияда қаралған, сондықтан Мира Рахымжанқызы Әбуова. Олай болса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Жақтаушы, қарсы, шешім қабылданды. 14-ші мәселе. Қызылорда облысының білім, мәдениет ұйымдарына атау беру және оларды қайта атау туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысының ішкі саясат басқармасының басшысы Талғат Толбайұлы Махановқа беріледі. Құрметті депутаттар, бұл мәселенің мәнісі де жаңа біріккен комиссияда майшаммен қаралды, сондықтан шешімнің жобасын дауысқа қойған жөн. Олай болса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Жақтаушы, қарсы, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. 15-ші мәселе. Қызылорда облысында жерлеу және қабірлерді қарап күту жөніндегі істі ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Медет Усайынға беріледі. Шешім қабылдауды сұраймын. Олай болса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Жақтаушы, қарсы, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. 16-ші мәселе. Қызылорда облыстық мәслихатының 2019 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы Қызылорда облыстық мәслихатының
2018 жылғы 12 желтоқсандағы 287 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облыстық мәслихатының хатшысы Қылышбай Алдабергенов Бейсеновке беріледі. Бұл мәселеде талқыланды ғой, жұмыс жоспарда. Так, ұсыныс пікірлеріңіз бар ма? Басқа ұсыныстар болмаса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Жақтаушы, қарсы қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 17-ші мәселе Қызылорда облыстық мәслихатының тұрақты комиссияларының құрамын және төрағаларын сайлау туралы Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 24 наурыздағы нөмірі 5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облыстық мәслихатының хатшысы Қылышбай Алдабергенов Бейсеновке беріледі. Сайлау болғаннан кейін бір ауыз өйткені мемлекеттік органдардың басшылары отыр. Сондықтан бір ауыз айтқансы дұрыс шығар деп ойлаймын. Құрметті депутаттар, бүгінгі өткен әлеуметтік және мәдени мәселелер жөніндегі тұрақты комиссияда аталған комиссияның төрағалығына Амитов Нұриддин Егембердіұлының кандидатурасы ұсынылып, комиссия мүшелерімен бір ауыздан мақұлданды. Сондықтан Амитов Нұриддин Егембердіұлының кандидатурасын сіздердің қарауларыңызға ұсына отырып, қолдауларыңызды сұраймын. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Жақтаушы, қарсы қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі соңғы 18-ші мәселе Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті сессиясының төрағасын сайлау туралы. Құрметті депутаттар, мәслихаттың келесі кезекті сессиясының төрағалығына нөмірі 17-ші мектеп сайлау округінен сайланған облыстық мәслихат депутаты мәслихат хатшысы Бейсенов Қылышбай Алдабергенұлының кандидатурасы ұсынылып отыр. Кімде қандай ұсыныстар бар? Басқа ұсыныстар болмаса, осы ұсынысты дауысқа қоямын. Жақтаушы, қарсы қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Кешеге құттықтаймыз. Құрметті депутаттар, күн тәртібіне ұсынылған мәселелер қаралып болды. Облыстық мәслихат регламентіне сәйкес қысқа мәлімдеме немесе хабарлама жасаймын деушілер болса, сессия төрағасының рұқсатымен кезекті мінберде немесе отырған орнына айтуға болады. Бар ма? Жоқ қоя. Құрметті депутаттар, осымен облыстық мәслихаттың кезекті 38 сессиясын жабық деп жариялаймын. Барлығыңызға рахмет қатысқандарыңызға.